Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін біз Арнас KZ парақшасында ең алғашқы подкаст түсіруімізді бастайын деп жатырмыз. Подкасттың жүргізушілері мен Аманжолқызы Аружан және Иманбай Нұрбек. Бүгінгі біздің подкастымыздың алғашқы түсірілімнің қонағы 10-шы А сыныбының үлгілі оқушысы Қайрат қызы Ая. Қош келдіңіз. Қош көрдік, сәлеметсіздер ме. Бүгін біз сіздермен бірге қазақ жастарының кітап оқу мәдениеті туралы сөз қозғасақ. Мен ойымша бұл қазіргі таңдағы өзекті тақырыптардың бірі, өйткені қазіргі таңда жастар кітап оқымайды деген нарративтер кең тарауда. Сіздердің ойыңызша бұл шындыққа жанаса ма, әлде жай ғана адамдардың миына қалыптасып қалған стереотип па? Мен жалпы қазіргі таңда жастар мүлде кітап оқымайды деген пікірмен келіспеймін. Себебі қазіргі таңда жастар кітап оқиды, бірақ олардың кітап оқу форматы өзгертілген. Яғни мысалы кезінде жастар кітапты оқулықтан оқыса, қазір олар неше түрлі әлеуметтік желідегі сайттардан, электронды кітаптардан, флипбук деген секілді неше түрлі жаңа материалдардан оқиды. Және олардың бірі біздің әдеби арнамыз, және ол арнада біздің көптеген әдеби шығармаларға жасалған қысқаша мазмұндама бейнелер, не болмаса тағы да басқа анимациялық бейне, блог деген секілді неше түрлі жарияланған материалдар бар, және соларды оқып қазіргі таңдағы адамдар өзінің әдебиетке деген қызығушылығын арттыра алады. Мен бағанадай мүлде кітап оқымайды деп айтпаймын, бірақ шынымен де бұрынғыдан қарағанда кітап оқу азайған. Яғни бұл қазіргі таңда технологиялардың дамыған заманы. Көптеген жастар болсын, ересек адамдар болсын, кітапта отырудан қарағанда әлеуметтік желілерде көптеген Instagram, TikTok деген сияқты әлеуметтік желілерде түрлі ойындарда отыруды таңдайды. Яғни бұл шынымен де қазіргі жастардың адамдардың кітап оқуының азайғандығын көрсетеді. Дұрыс айтасыздар, сіздермен келісемін. Және қалай ойлайсыздар, қазіргі таңда көптеген жастар көбіне психологиялық немесе мотивациялық кітаптарды оқыса, сол жеткілікті деп сондай кітаптармен ғана шектеліп қалып жатады. Олар әдебиетке, классикалық кітаптарға мүлде қызықпайды. Осы туралы ойларыңызды айта кетсеңіздер. Менің ойымша, осы классикалық әдеби кітаптарға көбісінің қызықпау себебі, яғни оның тілінің кішкене қиындау olur деп ойлаймын. Яғни онда терең ой, яғни оны түсіну кішкене қиынырақ, және де көптеген философиялық ойлар айтылады. Яғни оның тереңінен түсіну әркімнің, яғни екінің бірінің қолынан келе бермейді. Яғни сондықтан да көптеген жастар мотивациялық, психологиялық кітаптарды оқуды таңдайды. Яғни тағы да бір себебі қоғамда осындай көптеген пропагандалар тараған. Яғни сен өзінің өмірден бір жолын тауып керексің, сен дамуың керексің. Яғни сол үшін тез арада өзінің көп табысқа жету үшін, мүмкін өзін табу үшін жастар осындай психологиялық мотивациялық кітаптарды көбірек оқиды. Сол үшін де құрметті көрермендер, егер де сіздер әдеби кітапты оқығыларыңыз келсе, бірақ неге бастаңызды білмей жүрсеңіздер, онда сіздерді әдеби вайб арнасына тіркелуге шақырамын. Бұны айтып өткендей, бұл арнада көптеген мазмұнды видеолар, анимациялық блогтар, секілді көптеген материалдар бар. Сонымен қатар, менің ойымша былай айтсам, қазіргі таңда көп жастар жаңағыдай TikTok'та қысқа видеоларды көргеннен кейін, немесе Instagram'дан кішкентай аз секундтық рилстарды қарағаннан кейін, олар философиялық ойды түсінуге жай ғана бермейді деген сияқты. Ал жаңағы психологиялық немесе мотивациялық кітаптар, ол қалай айтсам болады, әдеби кітаптардағы жеткізілетін ойды сығып, яғни байындап, арнайы бір шаблонға салып қойған ғой, яғни олар адамға жеңіл тілмен мысалға сен қолынан барлығы келеді деген сияқты. Яғни дайын нәрсені одан сайын адамға түсініктіре кетуде. Ал егер де жай адамдар философиялық әдеби кітаптарды оқыса, дәл сондай өздеріне жақсы мотивация, рухы көтеретін бір ойларды алар еді. Шынымен де осы әдеби классикалық кітаптарды оқу арқылы адамның ойы шыңдалады, яғни ол тереңірек ойлана алады. Яғни бұл нені көрсетеді? Көптеген қиындықтар келгенде сіз оңай бір шешім таба аласыз. Яғни кітап көп оқитын адам бәрібір де көпшіліктің ортасынан бөлініп тұрады. Өйткені ол жаңағыдай
кітап оқу арқылы, оның сюжетін түсіну арқылы ойында қандай бір мәселені анализдей алады, синтездей алады деген сияқты. Енді қыздар өздеріңіздің жалпы кітап оқудағы алғашқы тәжірибелеріңізбен бөлісе кетсеңіздер, қалай бастауда, қалай қызығушылықтарыңыз шығып Мен ең алғашқы оқыған кітабым ол Гарри Поттер және Принцесса Тас, яғни мен Гарри Поттер деген киноның үлкен фанаты болдым кішкентайымнан. Оны әрқашан қарайтынмын, жыл сайын қарайтынмын, және менің туған күніме отбасым сол киноның кітабын сыйлауды жөн көрді, және мен солай киноның кітабын оқыған болатынмын. Яғни ол фантастикалық жанрда жазылған. Маған ол кітап өте ұнады, өйткені мен киноны 2 сағат көріп жүретін болсам, кітапта одан да толығырақ, ашығырақ нұсқасын оқи алдым. Және маған кино мен кітаптың арасында болатын айырмашылығынан, яғни кітапта түсіне бастайсың, кинодан да кітаптың мазмұны қызығырақ екенін Джон Гроулингтің сол кезде жазу үлгісіне таңғалған болатын. Жалпы менің ең басында кітап оқуым қателеспесем 3-ші сыныптан басталды. Яғни осы мұғалімдер арасында тапсырма берілді, Шухания кітабын оқу. Сол кезде мен оқыдым. Яғни онда көптеген бізде тәрбиелік мәні бар кітаптарды өзіммен түйдім. Яғни бұл менің ең алғашқы кітап оқуым бастауы болды. Одан кейін осы қазақ әдебиетіндегі көптеген бақытқа келе алмаған қыздардың тағдырлары туралы оқыдым. Яғни оған Бақытжамал, Ақбілек деген сияқты көптеген осы қазақ әдебиетінде туындылар бар. Sonra қызығушылық білдіріп оқып бастадым. Яғни олардан да біз көптеген сол кездегі әділетсіздіктерді, яғни қыздардың жалпы былай қарағанда дінді қоғамда құны болмауы деген сияқты мәселелерді жалпы түйдім. Яғни бұл маған қызық болды. Солай беріңіз кітап. Мен жалпы кішкентай кезімнен әкем де анам да маған кішкентай кітаптар болды, балаларға арналған. Оқыдыңыздар ма? Жобаларға арналған. Яғни сол кітаптар арқылы сіздің қызығушылық. Кішкентай кезде біз кішкентай кітаптарды оқу арқылы үлкен ауқымды шығармаларды оқи бастадық. Сіздер әдебиетшісіздер ғой, жаңағыдай өздеріңіздің алғаш кітапқа келген тәжірибелеріңізді бөлісіп жатырсыздар, иә? Енді қалай ойлайсыздар? Қазір шынымен де мысалы кітап оқымайтын, мүлдем оқып көрмеген жастар бар. Біз оларға кітап оқу үшін қандай кеңес бере аламыз? Мысалға, біз барлық жастарға тапсырма беру керекпіз бе шынымен мектепте? Мысалға, Ұшқан ұяны оқы деген сияқты. Немесе қазір трендте болып жатқан кітаптарды оқы деген сияқты тапсырма беру дұрыс па? Сіздердің ойыңызша? Менің ойымша дұрыс. Яғни жалпы мен беретін кеңесім шынымен де өздеріңіз қызықты бір жанрды таңдаңыздар. Яғни сол арқылы бір күнде бір уақытқа қойып қойсаңыздар, мысалы кешкі сағат 7-де болса, күнде 7-де бір жарты сағаттай оқысаңыздар, сіз ол кітап қалып кетпейді. Яғни күнде сол кітапты оқып отырасыз. Яғни бұл эффективті бір жол болып табылады. Сонымен қатар азыздан үздіксіз оқып беру маңызды. Сонымен қатар қазіргі жастар көбінесе әлеуметтік желілерде және әлеуметтік желілерде біз байқаймыз, көптеген танушы орталар бар, көптеген арталар құрылып жатыр, жастар отыратын. Сол ортаға кірсеңіздер, яғни сіздерге ортамен бірге жұмыстан тиімділік болады. Себебі сіз сол ортамен бірге танымайсыз, яғни жоспар құрасыз, күнделікті дисциплина құру арқылы сіз өзіңіздің көздеген мақсатыңызға жете аласыз. Сонымен қатар мынаға әдеби арқылы кеңес беретін. Бұл арқылы мынаға неше материалдар бар, сол арқылы қарап өзіңізге пайда ала аласыз. Сонымен қатар, менің ойымша, қазіргі таңда кітап оқу ол өте оңай. Неге? Өйткені бізде қазір білетіндеріңіздей кітап ал, немесе Қасым баспа үйі деген сияқты баспа үйлердің өздері өткізетін жобалары бар, кітап талқылайды, олар барлығы отырып алып, немесе бір арнайы шара, сондай қызықты мақсатында, кітапқа қызықты мақсатында өте қызықты нәрселер өткізеді. Және сол арқылы кез келген жас сол ортаға қосылғысы келіп, сол кітапты талқылау мақсатында кітапты оқуға деген қызығушылығын ашып, кітапты тез оқи алады. Бағанағыдай ең басында бастағанда кішкене көлемі аздау, сондай нәрседен бастау керек. Оған
түрлі солай өсіп үлкен банағы тоң кітаптарды оқи аласыздар. Иә, сіздерге сол кішкентай кітаптардан мен Дулат Исабековтың Гауһартас деген немесе Сүйекші деген кітаптарды ұстар едім. Олар менің сүйікті шығармаларымның бірі және сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Қыздар, мен жақында бір мақала көріп қалдым. Қазақ жастары бір жылда тек қана 5-6 кітап оқиды екен. Сіздердің ойыңызша бұл қалыпты жағдай ма, әлде төмен көрсеткіш пе, немесе жоғары? Бұл өте төмен көрсеткіш десін, себебі адам жылына 12 ай болса, бір жылда сол 12 айда бір кітаптан оқыса 12 кітап оқи алады. Ал 4-5 кітап бұл адам үшін өте аз деп білемін. Бірақ бұл кітап оқымағаннан жақсырақ қоя ма? 4-5 жылына 4-5 кітап оқу аз көрсеткіш, бірақ та банағы мүлдем оқымағаннан, жылына бір кітап оқығаннан қарағанда қалай жақсырақ болып табылады. Жаңа Назерке сіз айтып жатырсыз ғой, бір айда бір кітап оқуға болады деген сияқты. Менің есімде мен бір кітапқа қатты қызыққан соншалық бір күнде «Бесед және болмыс» деген отбасы хрестоматиясының кітабы бар. Соны бітірген болатын, өйткені бұл мен үшін өте қызық болды. Яғни адам шынымен де кітапты қатты сүйіп, яғни оның мазмұны қатты ұнаса, оны бір күнде бітіре алады. Яғни оған жаңағыдай уақыт ешқандай кедергі бола алмайды. Енді қыздар, өздеріңіздің сүйікті кітаптарыңызды айтып өтсеңіздер. Менің сүйікті кітабым ол отбасы хрестоматиясының мамандықтың мәні неде деген кітабы. Бұл кітапты маған сыйлаған, маған басына ол кітап, яғни атын көргенде қызық емес болып көрінді, бірақ бір күні ішім пысып кітап оқиын дедім, ал қолымда ол кітаптан басқа кітап болмады, сосын сол кітапты оқуға мәжбүр болдым. Бірақ кейін оқып көргеннен кейін маған ол кітап қатты ұнады, өйткені мен ол уақытта 9-шы сынып оқып жатырмын және маған шынымен де мамандықты таңдау бойынша кеңестер керек болды. Мамандық деген не, жалпы мамандықтың мәні шынымен неде деген сияқты сұрақтарға осы отбасы хрестоматиясы жақсы жауап беріп түсіндірген және бұл кітап арқасында мен олай өзімнің сүйікті мамандығымды таңдадым. Жалпы менің осы көптеген ой түйген кітаптардың бірі орысша кітап болды, яғни қаншық жеңіл өмір сүр деген, яғни мотивациялық кітап. Яғни оны көптеген өмірмен мысалдар келтіріледі және де сол арқылы шешім табу жолдары деген сияқты. Маған ішінде көптеген адамдардың оқиғаларын оқу өте қызық болды. Сол өзіме көп керек заттарды алдым, және ой түйдім. Мен сүйікті кітабым Дулат Исабековтың Қарғын романы, және де бұл кітапта негізі екі жас ғашықтың өзінің оқиғасы және де махаббат оқиғасы туралы баяндалады. Енді бұл оқиға менің ойымда сақталып қалды және мені терең толғанысқа жетелеген үлкен ой әкелген кітаптардың бірі. Байқап отырмын, біздің ішіміздің мысалы сүйікті кітабымыздың жанры үш түрлі келеді. Мысалы сіздікі махаббатқа қатысты, ал сіздікі мотивациялық, менікі яғни белгілі бір сұраққа жауап беретін кітап деген сияқты. Енді сіздер мүмкін болашақта бір кітап жазатын қаламгер болатын шығарсыздар. Сіздер қандай жанрда кітап жазар едіңіздер? Бұл жалпы көп ойланатын сұрақ. Әңгіме жазар едім. Жаңағыдай Гауһартас деген сияқты қысқа көлемде адамдарды қызықтыруға бағытталған, мүмкін мен кітабын оқып ол адамдар бір тұтас шығарманы оқитындай. Мүмкін мен бір шынайы өмірден алған оқиға желісінде бір қызықты бір әңгіме жазар едім. Мен ойымша мен цитаталық кітаптар жазатын едім, өйткені Аққұйынды білесіздер ғой. Қазіргі таңда сондай кітаптар шынымен де танымал болады деген сияқты, немесе осындай цитаталық кітаптардың бір жақсы, олар мотивациялық рөлді қатар атқарып жүреді деп ойлаймын. Мысалға, бір кішкентай ғана сөз арқылы біз
адамға жылу бере аламыз деген сияқты, немесе оның мақсатын ете аламыз деген сияқты. Ая ханым, сізге үлкен рахмет. Біздің подкастымыздың қонағы болып болғаныңызға. Енді сіздермен бірге болған Арнас Кизет каналында мен Аружан, Назике және біздің қонағымыз Ая. Біздің арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар.